Сәлем достар, үй алатын кезде нені білуіміз қажет? Банктың пайызын қалай азайтуға болады? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз және лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Егер үй алғалы жатырсыз делік, қолыңызда 50% ақшаңыз бар. Оны жилстройға салып, үй алсаңыз, онда сіз депозитті 36 ай бойы 8,5%-пен бүкіл суммаға төлейсіз. Ал сіз бұрын ашылған ипотекаңыз болып, оған 3 жыл толған болса, онда сіз 19 ай бойы 8,5% төлейсіз. Бұда да общий суммаға. Ал ОП 16-ға толып, депозитіңізге 3 жыл болған болса, онда сіз 5%-бен 6 жыл ғана төлейсіз, және 10 миллионға үй алған болсаңыз, сол қарыз алған 5 миллион болса, сол 5 миллионға ғана 5%-бен төлейтін боласыз. Бұлай қарап тұрсақ, сіз 36 ай бойы қарыз төлейтін болсаңыз, онда сіз 9 жылға төлегендей боласыз. 19 айбен төлесеңіз, онда 7,5 жыл бойы төлегендей боласыз. Сол сумманы ОП 16-ға басаңыз, 6 жыл ғана төлейсіз. Және сіз банктен алған сумманы ғана төлейтін боласыз. Сонымен мысал келтірейік. Мысалы 10 миллион үйіне сіз 797 мың теңге пеня төлейсіз. Бұл 6 жыл бойы төленетін пенияңыз, үстінде қосып беретін. Және де сіз табыс көзін растамайсыз. Тағы бір мысалы келтірейік. Мысалы 20 миллионның үйін алатын болсаңыз, мынандай ипотекалық калькулятор бар, Google-дан, Дәулеттен, KZ-де. Сол жерге теріп жазсаңыз болады. Қаншаға үй алғыңыз келеді, соны жазсаңыз, пенясын және ай сайын қанша төлейсіз, және қанша мөлшерде пеня шығады, үстінен барлығын есептеп көрсететін болады. Мысалы, міне 20 миллионның үйін бастапқы жарна 10 миллион дедік, яғни 50%, жылдық сыйақысы 5%, несие беру мерзімі 6 жыл болады, ең көбі ОП 16 болған жағдайда. Міне мұнда шықпай тұр, қазір теңгемен қарап көрейік, мұнда шықпады. Теңгеге алмастырамыз. Міне шықты 161,049 теңге. 1,595,552 теңге. Яғни бұл 20 миллиондық үйінің үстіне шыққан процент. Бұл 6 жылға беріледі. 6 жыл 20 миллионның үйі, сізге берілген 10 миллионның үстіне қосылып атқан процент 1,5 миллион ғана. Бұл оны 16 қылып, депозитте 3 жыл жинаған депозитіңіз болса ғана осындай процентпен табыс көзін растамай аласыз. Ал егер сізде 50% бар, бірақ ашылған депозитіңіз болмаса, не істеуге болады? Яғни сіз депозит ашасыз, және сол жерге бүкіл ақшаны салжермей, басқа біреудің жылдап жинаған депозитін сатып алу арқылы ОП-ны 16-ға толтыруға болады. Бірақ ол кезде табыс көзін растайсыз, бірақ жаңағыдай 20 миллионның үйіне 1,5 миллион ғана процент төлеу арқылы алатын боласыз. Бүгінгі ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.